Әл-Бақара сүресі 66-73 аяттар. Бұлай істегеніміздің себебі олардың замандастарына және болашақ ұрпаққа сабақ болсын, ал тақуалар үшін ғибрат болсын дедік. Алла сендерге сиыр союды бұйырады, деп Мұса өз жұртына жаратқанның үкімін жеткізді. Бұл бізді маза қылғаның ба, деді олар. Ондай ақылынан адасқандардың бірі болудан сақтай көр, деп Аллаға жалбарынамын, деді Мұса. Ендеше Раббыңа дұға ет, ол сиырдың қандай екенін бізге білдірсін, деп сұрады олар. Алланың білдіруінше, ол сиыр кәрі емес, соңына бұқа жүгірмейтін, торпақта емес, орта жаста болу керек. Ал енді осы әмірді орындаңдар, деді Мұса. Жаратушыңнан сұрашы, сиырдың түсінің қандай болу керек екенін бізге айтып берсін, деді олар тағы да. Ол Алла қараған адамның көзін қуантатын ашық сары түсті сиыр болсын деп айтты сендерге, деп жауап берді Мұса. Тәңіріңнен сұрашы, оның дәл қандай екенін бізге айтып берсін. Өйткені сиырлар бір-біріне ұқсас келеді. Бұйыртса біз дәл тауып Алланың әмірін орындаймыз, деді Мұсаның қауымы. Ол сиыр жер жыртуға жегілмеген, егін суару үшін су тасып қиындық көрмеген, денесінде таңба дағы жоқ, еркін жайылып жүрген сиыр болсын, деп жауап берді. Ақиқатын енді жеткіздің, деген олар басқа сылтау айтуға амалы таусылған соң еріксіз дәл сондай сиырды тауып сойды. Кісіні өлтіріп алып, бір-біріңнен көрдіңдер. Ал Алла сендердің жасырғандарыңды әшкерелеуші. Сойылған сиырдың бір бөлшегімен өлікті қағыңдар, дедік. Міне Алла осылай өлілерді тірілтеді, сендерге өзінің құдіретін көрсетеді. Мүмкін сендер ақылға келерсіңдер.